Сәлеметсіздер ме, құрметті телекөрермендер. Бүгінгі қонағымыз Жетісу жеріне белгілі ақын, ақсақалымыз Жұмабек Қуанышбайұлы. Аға мына туған тілді тұғырына қондыруда бүгінгі ақындардың үлесі үні қандай болу керек? Енді тіліміздің мәртебесін көтеру үшін енді айту ақындарымыз жазып жатыр. Ақындарымыз енді тіл туралы жақсы шаралар өткізіп жатыр тіл туралы. Тіл басқармасы облыстық. Бірақ та енді мына біздің тіліміз, дінімізде әлде де кемшіліктер көп. Ал енді ауылды жерлерге баратын болсақ, ауылды жерлерде жақсы меңгерген, бәрі қазақша жүреді. Ал енді мысалы қанда осы қалада мысалы қанда мына алғашқы әскери дайындық пәнімен өткізетін семинар кеңестердің басшыларының бәрі орыс, бір ауыз қазақша білмейді. Ал енді дене шынықтыру сабағына пәнінің өткізілетін тәрбиесі ана семинар кеңестер бәрі орысша өтеді. Ал енді мен осында келгелі 12-ші жыл осында кемшіліктер бар. Ал енді тіл мәселесін көтеруге болады. Енді мысалы мынандай жағдайды көтеруге болады. Мына көшедегі жүріп көшелеріміздің бәріне қарасақ, барлық жарнамалардың бәрі басқа тілде, қазақша жоқтың қасы деуге болады. Осы жарнамалардың бәрін құрту керек, басқа тілдегі. Тек қана өзіміздің ана тілімізде дегі жарнамалар орын алса ғана мысалға мен ойланам. Қазір мысалы қандай орыс болмыз, дүкен деген сөзді жаттап алды ғой. Бізге 16 жыл болды егемендік алғанымызға. Дүкен деген сөзді мысалы дүкен деп жазып қойып қайсы бәрі де біледі. Ал енді қазағымыз керемет, біз ұлы халықпыз. Былай дейді ғой. Сыйламаса туып өскен ұясын, достым оны күте көрмес сиясын дейді. Ал енді ол өзінің туып өскен ұясын қазағымыз сыйламаса, ол өзінің тілін де, дінін де, салт дәстүрін де сыйламайды деп ойлаймыз. Сондықтан да қай уақытта біз шын қазақ болатын болсақ, өзіміздің салт дәстүрімізден бастауымыз ғой. Салт дәстүрін өте жақсы көрген адам ғана, салт дәстүрін өзің құрметтей алған адам ғана мысалға тілге, дінге қайсы де мойын бұрады. Біздің салт дәстүріміз деген басқа ұлттарға қарағанда өте керемет салт дәстүрлеріміз бар біздің. Бізде мысалға басқа ұлттарға қарама жоқ, салт дәстүрлер бізде ғой. Мысалға айтыс өнері, бәйге өнері, мысалға күрес өнері деген бұлар қатар келе жатқан дүниелер. Осылар сонан кейін бір кереметтілігі енді қалай деп айтуға болады. Кей өзіміздің қазақтарымыз көшеде келіп барасың, бәрі де орыс тілінде сөйлесіп бара жатады. Жастарымызға дейін. Кейде мен айтамын, мен қарағым, қазақсың ба? Алай бір қарай жек көріс болып қаласың өлі. Көшедегі мысалға жастарымыздың өзі, жастарымыз, кейінгі жастарымыз бәрі орысша сөйлеп бара жатады. Енді оған қалай деп түсінік беруге білмеймін. Өзіңіздің творчествоңыз туралы айтып кетсеңіз? Өзімнің творчествома келетін болсам 6 кітап шығардым баспалардан. 7-8 ұзындық кітаптарға өлеңдерім енген. Ал енді осы адам өмірге келгеннен кейін бір ызғалты екен дейді. Мысалы мына тұғыр деген ең ақырғы 6-шы кітабымды мына мектеп ұжымы тұсаукесерін жасап берді. Оған Жетісу телеарнасын шақырды. Рахмет оларына. Мынау Аққу мүсін деген бұл 5-ші кітабым. Ал енді міне 7-ші кітабым дайындалып жатырмын, Шапағат деген. Тіл мәселесіне ақсақалдардың, ақсақалдар алқасы бар. Сол кісілердің тілге, дінге, ұлттық қасиеттерімізді көтеруге үлесі болып жатыр ма? Сіз осы беделді бетті Жетісудың азаматы ретінде, ақын ретінде, оқушының үздігі ретінде осы жайлы не айтар едіңіз? Өз елі, өз ерлерін ескермесе, елте қайдан алсын кемеңгерін дейді. Ағатай, біз Ильясты насихаттау үшін, Ильяс оқулығын өткізу үшін, біз тек қана мысалы мына жастарға беруіміз керек. Мына ақсақалдар алқасы болсын, бәріміз, үлкеніміз болсын, осы жастарға ғана беруіміз. Жастар жақсы білмесу керек. Мысалы біз Жетісу жеріндеміз ғой. Жетісу жеріндегі мына әуелі біреулер Әділбек Абайділдәні төлмейді. Құдаш Мұқашевты білмейді. Қуат Ерібаев деген ақындарымыз біледі. Ақын Сараның өзін жөнде білмейді.
Ал енді ол мысалы айтқанда жарайды, Ильяс туралы әйтеуір баршылық диплом работа жұмыстарын жасап жатыр мына университеттерде. Ильясты мысалы айтқанда мектеп, біздің мектеп Ильяс оқулы 4 рет өткізеді. 18-ші Бақтыбай Жолбарысұлы ауылының артындағы мектеп бізде Ильяс оқулығын ыңғай жылда өткізіп отырады. Ал енді мен білмеймін, ақсақалдар алқасын көше қыдырып, мынау қалай, мынау не болып жатыр деп, сонан кейін мына ақсақалдар алқасы болу керек. Ақсақалдар алқасы ол мына халыққа өзінің не істегенін жылында, не істегенін мысалы айтқанда жария ету керек қой. Солай деп ойлаймын. Біз ақсақалдар алқасымыз ол ана мысалы облыс әкіміне сен бұлай оған бір не бергенше, ақыл бергенше, ана мысалы қалалық әкімге бұлай деп өзінше бір жағымпазданып не бергенше, ақыл бергенше, ол осындай халыққа ақсақалдар алқасы не істеп жатыр? Болашағымыз қандай болмақ? Жастарды қандай тәрбиелеуге көшіру? Осының өзі мысалы айтқанда міне жиындарда айтылмайды. Қандай бір жиналыстар болады ғой. Біздің болашағымыз қандай болады деген сауал ешқандай көтерілмейді. Мен жалғыз ақ Шахановқа ризамын ғой енді. Сын түзелмей, мін түзелмейді, ана шындықты айтып отыру керек дейсіз. Ойбай, айналайын қызым, мынандай жағдай. Кеңес үкіметі тұсында мына газеттердің бәрі, мысалы айтқанда баспасөзде сын түзелмей, мін түзелмейді деген. Қазір мына баспасөздің бәрін оқыңыз. Анау Назарбаев президентімізден бастап, мысалы айтқанда ауылдың әкіміне дейін мақтайды. Ауылдың әкіміне дейін мақтайды. Ал бір сын мақала деген көрмейміз ғой. Өзіңіздеріңіз оқып жатқан шығарсыз. Осында 4 газет шығады, 4 газетінде бір сын білмеймін, жарияланбайды өмірінде. Әуелі мына алғаш осында Жетісу газеті келді ғой. Сол кезде мысалы айтқанда Оспан ханның отауы деп өлеңдер беріліп тұрады. Қазір ол да жоқ. Оспан хан. Енді онда біреу сынайды ғой. Кемшілік айтылып кетеді. Ана біреулер. Ал енді сондай кемшілік көп болғаннан кейін, қой доғар деген шығар біреулер жоғары жақтан. Ол жәнеки. Кеңес үкіметінде, түбі жамандаймыз ғой. Кеңес үкіметінде домалақ арыз кеп түсетін болса жоғарғы жақтан, домалақ арыз кеп түсетін болса, анау Москвадан кеп тексеретін, мұның артында адам бар деп. Сондай жағдай болған, өзім көзім көрдім мысалы. Мен 45 жыл мұғаліммін. 45 жылда сондай жағдайларды мен көзім көрген. Тұлпарда сүрінеді дейсіз. Енді сүрінгенде енді құлагер сияқты сүрінтпесін Құдай. Тұлпарда сүрінеді ғой. Сүрінгенменде біз қолға алмасақ болмайды. Біз жаппай қазақпыз. Бана бесікте жатқанда сен қазақсың деп құлағына айғайлап айтып тұру керек шығар. Сен қазақсың, тіліңді, дініңді, салт дәстүріңді өмір бақи сүйіп өт деп сонда бір құлағына ызыңдап әнмен ба, жырмен ба жеткізу керек шығар деп отырмын, білмеймін. Өз басым 6 немерем бар. 6 немеремнің бәрі қазақша оқып жатыр, шынында сонда бәрі. Университетте 2 оқып жатыр, қазақша оқиды. Ал енді мысалы менің 3 ұлымның 3-і де орыс мектебін бітірді. Орыс мектебін бітіргенде 2-і институт орысша бітірді. Ол орысша бітірмесе жоғарғы оқу орнына түсу, ол кеңестік дәуірде ол болмайтын, қиын болды, оқуға түсе алмайтын болды. Сондықтан да орысша оқыттық. Ал енді бірақ соның бірінші, екінші ұлым мысалы институттарды орысша оқығанмен қазір қазақша. Ал кенже мектепте орысша оқығанмен институтта қазақша оқып бітірді, қазақша, қызыл дипломға бітірді онда да. Ал енді қазір бәрі де қазақша жұмыс жасайды, қазақ тілінде жұмыс жасайды. Мына халық даналығында тәрбие басы бесіктен дейді ғой. Мына тіл болсын, мына ұлттық құндылықтарымыз болсын, бәрі де осы отбасынан басталу керек дейді. Сонда мына қазіргі ақсақалдардың, қазіргі әжелердің осы ұлттық құндылықты болашақ ұрпақтың санасына сіңіру үшін ол ақсақал мен әженің өзі қандай болу керек? Қазіргі ақсақалдар мен әжелер соған лайық па? Білімдері, парасаттылығы. Қазіргі заманда әже мен аталарын кінәлауға болмайды. Қазір мысалы ағатай мен өз балаларымды тәрбиелеп өсірдім ғой. Әрбір ата-ана өз баласын тәрбиелеп өсіру керек. Енді ата-анада біз айтамыз ғой, қарағым, ана біздің немереміз, біз олар ұрса да алмаймыз.
қайда ана әкешіміз ұрысып жатса, айналайын, біздің көзіміз дұрыс дейміз, біздің көзіміз ұсақ, біздің көзіміз дұрыс па дейміз. Мысалға міне Құдай біледі, бірақ тәрбиелейтін сендерсіңдер. Соны тәрбиелеп аналарды жеткізу, ұрасың ба, біз жоқса ұр, соқсаң, соқ. Ал енді ол шындығында ол әке шешенің қолындағы дүние. Ол қанша айтқанменен, ол мысалға қалай ол, мен еркелікке мойным асылады, бірдеңелер айтады. Ол мысалға байқап жүрмін, оған не дейсің, қалай оған өзің, бәлем ба жасамын, төлем ба, біз оларды еркеліктен жақсы көреміз. Ол біздің енді мысалы қазақта өз балаңды өскенше еміреңде өлгенше арқалайсың деп. Ол табиғаттың сол заңдылығы. Енді біз мысалы әйелім де мұғалім, өзім де мұғаліммін. Бір үйде қазір бір келінім бар мұғалім, 6 адам мұғалімбіз, бір үйде 6 адам мұғалімбіз. Әуелі бір келінім юрист, бірақ менің қызы көркем гимнастикаға қатысады. 2 рет республикадан бірінші орын алды, чемпион болды. 2 рет халықаралық жағдайдан 6 медаль алып келді. Мына облыс әкімінің жүлдесін сыбаған. Ал енді сонымен ана келін, соның қоса тренері болып жүр. Айман деген менің келінім, ана өзінің ана қызы үшін қоса соның тренері болып, сонымен бірге жарысқа барады. Ал үйде соны мысалы қанда айтады, мынандай кемшілік жіберді, мынандай кемшілік енді юрист болған адам мысалы қанда ол мысалы кейбір юристтер енді халықтың құқығын қорғайды ғой, адамның құқығын қорғайды. Анау енді мысалы сол Карима қыздың аты. Сол Карима бір керемет, көрген гимнастика бір керемет бір жеңіске жетсе екен, бір керемет тұғыры биік болса екен деп, соны жарысқа ыңғайым 16-17 рет жарысқа алып барды. Осы бірінші класстан басып, 6 жастан басып. 16 ретінде де бәрі дипломдары бар. Бір рет ол дипломсыз қайтқан емес. Ол да шындығында бір үйде 7 мұғалім бар деген есептеміз ғой. Одан кейінсіз. Ал енді ана ұлдарын бәрі физкультура бітірген. Өзім дене тәрбиесі институт бітіргенмен ана қалған үшеуде дене тәрбиесі институт. Бірақ менде бір ақылсыздығым болды. Онда біреуі қазақ тіліне журналистке бейімдеуім керек еді. Өзіңіз сияқты өлең шығаратын балаңыз жоқ па? Өзім сияқты өлең шығаратын балам жоқ. Бір немерем бар, Нариман деген. Сол анда-санда бірдеңені шатпақтап қояды енді бірдеңені өлең. Соңында рет шығар. Ал енді сіз мына студиямызға қонақ болып келгеннен кейін, осы бізге алып келген бір тіл туралы өлеңіңіз болса, сол өлеңіңізді оқып берсеңіз. Рахмет, тіл туралы бір өлеңдер алып келіп едім. Енді 4 өлең. Ана тілім асыл өлі бабамның, тілге дінге қандай адам тағармын, тілім менен дінімді өтім қастерлеп, санасына құям сәби баламның. Ана тілім бесік жыры анамның, тіл мен дінім көтермейді наламың, сылдырлаған суын тыңдап ақсудың, өз тілімде ұғам сырын таламның. 2 өлең. Ана тілім ақыл ой парасатым, адалдық ар ұжданым жарасатын, халқымның салт дәстүрін қару өтіп жөн сілте болашаққа жол ашатын. Ана тілім көк байрақ туым асқақ, нұрлы өмірге жүреді елді бастап, әнұранмен тербеліп, дала қырда ана тілім күн болып нұрын шашқан. Ана тілім таусылмас жыр мен өлең, ғасырларға шоқтық асқар белең, адамзаттың баянды бақыт үшін бейбіт күнде жыр едіп қастерлеген, ана тілім қырандай төскөрлеген. 3. Қадір тұтар тілім бар, сенім артар дінім бар, салт дәстүрім арым бұл жақсылықтан туындар. Бірақ шумақ өлең. Енді біреулерге айтарым. Сен қазақшың, сен қазақша сөйлемейсің білемін, басқа арнада тулап аққан жүрегің, өткен күнде армандайсың өксікпен сарғыш тартқан жоқ баяғы гүлеңің. Сарғыш тартқан жоқ баяғы гүлеңің, бұдан бұлай бола қоймас сілегің, кеңес деген дәуір кетті келмеске, сені қолдар болмас енді тірегің, сені қолдар болмас енді тірегің, өксік толы ақ ұрады жүрегің, егеменді алған қазақ еліміз, тілім дінім ұштастырар білімім, тілім дінім ұштастырар білімім, қазақ халқын бір ұлыңның бірімін, сенің ақын азаматың болсам деп тек өзіңе арналады жыр үнім, тек өзіңе арналады жыр үнім, тілім-дінім сен барда мен тірімін, ана тілін сыйламаған қазақтың жерем оған
құрысын деп тірінің, тілін дінін сүйген қазақ қашанда тілейді тек өз халқының бірлігін. Қайран тілім түсіп жүр көбейгеске, түбінде бәрін өзің түсінерсің, орыс тілмен сор пішкен бір ісмерсің, өз тіліңді менсінбей, бірақ кейін құлын өлген бейде кісінерсің, көрінер өз халқыңа ісің ерсі, себебі де бар мұның, ұл қызыңның алдында ұлт намысын түсінерсің, ұл қызыңды сен үшін келешекте әкеледі орыс деп жүр төсектер, 70 жыл бас көтермей тіл мен дінім тұншығып жатты еніп жер төсекте, егемен елмін бүгін ел еместе, ақын мен батыр туған ел емес пе, мемлекеттік тіл болған ана тілді ұрпағын біліп өссе жөн емес пе, кірме ұлттар біздерде көп емес пе, оларға қазақ тілі бер емес пе, осыларды ойлап мен түршігемін, қайран тілім түсіп жүр көбейгеске, имандылық жолынан таймасын тек халқымды жаратушым елемескен. Қазақпын деп қашанда мақтан алам, әлдилеген жөргекте жатқан данам, құлағыма сіңірген адалдықты оңбас деп елдің жерін сатқан адам, елімнің тұтастығын сақтап алам. Үлкендердің сөзіне тоқтап алам, артық айтып кейін кеткен шақтап алам. Кешіреді күнәңді сезінгейсің, халықтың қадірін айт жатқа балам. Еліңді қорғап жоқтап алам. Еліңді қорғап жоқтап алам деген сөзін анамның жаттап алғам. Жүрегіме құйдырған ізгілікті жар болсын деп әрқашан қақта қалам. Сондықтан қазақпын деп мақтан алам. Алаға мына бізді тамашалап отырған көрермен қауымға, халыққа не айтар едіңіз? Құлақанда біздің жеріміз, біздің ата-бабаларымыз бізге қалдырған жер ұшан теңіз. Мына Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан олар біздің пұшпағымызға тұрмайды. Осындай жерді менің ата-бабаларым мына қазақ маған қалдырды, бізді сендерге қалдырды. Осы жерде өмір сүрген қазақтың бәрі мына біздің жеріміз. Сондықтан да біздің қазақтың бәрі өз тілінде сөйлеу керек. Өз дінін қадір тұту керек. Өзінің салт дәстүрін құрметтей білу керек. Сонда біз керемет қазақ бола аламыз деп ойлаймын. Ал енді халқым бай қуатты болсын. Біздің келешегіміз, біз көрмеген жақсылықтың бәрін солар көрсін. Біз көрмеген егістердің бәрін, өзінің мына отанын, жерін әлпештеп, соны қадірлей білсін. Басқаны айтамыз, бақытты болайық бәрімізде. Аллаға, сіздің бағанадан бері бізбен сұхбат жүргізіп, мына халыққа, ел жұртқа өзіңіздің келелі ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіріп, кейбір тұстарда сын айтып жатқаныңызға көп рахмет. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Саламатта болыңыздар.